Қайырлы күн, құрметті достар. Саналы Talks онлайн интеллектуалды кешіне қош келдіңіздер. 2016 жылы басталған жоба 4 жыл ішінде көптеген тақырыптарды қозғауымызға мүмкіндік берді. Спикерлер өзінің ойын ортаға салды, идеяларымен бөлісті. Жалпы айтқанда үлкен ашық платформаға айналды десек, артық айтқандығымыз емес. Мысалы, бұл жерде сіз көріп тұрсыз, үйдегі жануарлармен не қылған, мысығымен, итімен. Сосын, мысалы, енді Ресей Федерацияның президенті Путин мырза, бұл кісінің енді өзінің 5-6 иті бар, өйткені мемлекеттің басшылары өз араларында бір-біріне сыйлық сыйлағанда, бұл кісіге де бір тұқымды күшіктерді сыйлаған білеміз. Осы уақытқа дейін бір күрделі проблема мәселе болып келген уақытша ұстау, қаңғыбас иттерді уақытша ұстау изоляторы, оны арендесемде биыл алып 100 итке дейін ұстауға қазір мүмкіндігіміз болып отыр. Тағы да айта кететінім, сол ұстап отырған ит, қаңғыбас ит мысықтарды ұстап күтіп бағуға қаржы қарастырылмаған. Да, самые клетки до костей болеют этой темой, которые действительно могут решить эту проблему, эту глыбу могут решить только волонтеры, защитники. Потому что, знаете, у нас нету такого, что средства, если выделяются, либо не знают, что с ними делать, либо не знают, куда их направлять. Зоозащита знает четко все, потому что мы очень много общаемся действительно за границей. Мы все их программы знаем наизусть. Армысыздар, саламатсыздар ма? Бүгін бізде жастар басқармасының жанынан құрылған саналы толық жобасының кезекті саны. Бүгін бізде жалпы талқыланатын тақырыбымыз жануарларды қорғау тақырыбында болмақ. Бүгін бізде енді қонақта әлеуметтік желінің белсенді қолданушысы, жануарлардың құқығын әрдайым қорғап әлеуметтік желіде кезекті өзінің посттарын жариялап жүретін Жанна Папина, және де Ақтөс қоғамдық қорының жетекшісі Ирина Келлер, және де ветеринария басқармасының бас маманы Қалтаев Ануарбек ағамыз. Олай болса, сіздерге қазір өз позицияларыңыз бойынша сөз кезегі Ирина Келлер сізге беріледі. С 2012 года, получается, мы долгое время пытаемся защитить права животных нашего города. Защита является в чем? Это правильное регулирование и гуманное, конкретно домашних животных в первую очередь, ну и, соответственно, попутно бродячих. Потому что все прекрасно знают, что бродячие животные – это источник домашних животных. То есть, если отстерилизовать, откастрировать, то есть сокращение популяции сделать у домашних, и не будет последствия уличного. То есть это все цепочка идет взаимная такая. Тем не менее, долгое время мы с ветеринарным управлением воюем, стараемся доказать, объяснить, но, к великому сожалению, увы, пока стоим и топчемся на одном месте, без движения. Поэтому, так как я уже давным-давно этим занимаюсь, у нас в этом году будет юбилей 10 лет, то есть это, если всегда мы смотрим на более цивилизованные страны, где это давным-давно уже отрегулировано, конкретно стерилизация, кастрация домашних и бездомных животных. То есть велосипеда никакого не надо нового изобретать. Почему наше государство, от чего отталкивается, я не понимаю. По крайней мере, если бы, по моей памяти, на протяжении 10 лет, если бы изначально прислушались, правильно это сделать, программу внести на государственном уровне, то, наверное, на данный момент мы бы уже совсем в другом ракурсе сейчас встречались и по-другому бы мы сейчас говорили, и вообще мы бы видели совершенно иное, что творится у нас в городе. Поэтому конкретно мое предложение и настояние, и будем до конца идти, и добиваться, и, не знаю, требовать, наверное, чтобы все-таки эту программу внесли на государственном уровне. Все. Спасибо. Рахмет. Олай болса,
келесі сөз кезегі осы әлеуметтік желінің белсенді қолданушысы Папина Жанна өзіңізге беріледі. Рахмет. Біріншіден бүгінгі мынау тақырыпты қозғағанның өзі уже біз үшін көп белгі деп ойлап жатырмыз, үлкен белгі. Өйткені жалпы әлеуметтік, жалпы өкіметтік қоғам көңіл аударған мәселе ертең шешімін табады деп сенемін де, оны бәріміз де білеміз. Мен бүгін осы тақырыпқа орай осындай бір интернеттен кадрлерді алып не қылғам. Бұл жерде мынау Чечня Республикасының президенті Рамзан Кадыров, яғни бұл орысша айтқанда легендарная личность дейміз ғой. Өйткені әкесі де президент болған, жалпы мына кісінің өзінің де азаматтық ұстанымы, несі мысалы жастарға кумир деп келеді осы кісі. Мұсылман дүниелерінде, жалпы Ресей Федерациясында. Мысалы, бұл жерде сіз көріп тұрсыз, үйдегі жануарлармен не қылған, мысығымен, итімен. Сосын, мысалы, енді Ресей Федерацияның президенті Путин мырза, бұл кісінің енді өзінің 5-6 иті бар, өйткені мемлекеттің басшылары өздері араларында бір-біріне сыйлық сыйлағанда, бұл кісіге де бір тұқымды күшіктерді сыйлаған білеміз. Мысалы, Жапония президенті Акита Ину деген породасының несінің тұқымын күшігін сыйлаған. Бұл жерде де біз мысалы бұны көріп отырмыз. Енді мынау Ұлыбританияның несі королевасы Елизавета өзінің мына жердегі үйдегі нелермен түсірген, жануарлармен. Мынау бәрімізге белгілі Барак Обама. Қазіргі президенті Трамп. Мысалы, бұны мен не үшін алып келгем? Бұны мен алып келгенім, мысалы, жалпы халықаралық емес, Құдайдың жаратқан дүниесі, адам болсын, жануар болсын, бәрі бір деңгейде. Мысалы, біз өзіміздің қазақ халқымызда айтсақ, біз мейірімдіміз, біз жанашырмыз. Ол Құдайдың жаратқанымен. Ал бүгінгі таңда саясат жүріп атқан жолы бұдан алыс алып кетті бізді. Өйткені адамның мейірімділігі, адамның жанашырлығы, адамның кішіпейілдігі қоғамдан байланысты, қоғамның дамуына байланысты. Мысалы, қазір сіздер түсіріп жатқан мынау видеосюжет деп айтамыз, ертең бұл әлеуметтік желіге шықса, мүмкін миллион просмотров, мы сейчас говорим, да? Из миллиона просмотров пусть человек 5 для себя сабақ алса, дәріс алса, ұғып алса, уже біз үшін жетістік деп санаймыз. Мы всегда тоже, вот с Ириной Кинглер очень уважаю этого человека за гражданскую позицию. Потому что, вы можете сказать, вот у вас есть жена, допустим, ребенок, да, вы можете сказать, я добрый, у меня дома в ауле есть собака у папы, да, я никогда ее не ударю, девайтасы, понятно, но никто больше не делает ничего для того, чтобы защитить права, понимаете? Хорошо, есть управление ветеринарией, но они тоже государственная структура, они выполняют государственную программу, которая продиктована политикой. Мы же выступаем за то, чтобы эта политика изменилась. Если нам удастся, допустим, вот после обращения Бриджит Бардо к Токаеву, да, что-то стало меняться, потом пошли вот эти случаи с тюленем, да, в Ахтау, с вот этой собакой в Атрау, которую холодильником пытался он убить, задавить. То есть какие-то вопиющие факты, которые до президента доходят через социальные сети. Он начинает понимать, что действительно пора менять политику пропаганды, политику воспитания молодежи. Сосын мен әлеуметтік желіде сонда бір сауалнама жүргіздім. Мынау Қазақстанның егемендігі 30 жыл болайын деп жатыр, қазір. Сол 30 жыл ішінде өзіміздің өкіметте, өзіміздің елімізде түсірген жануарлар туралы қандай киноларды атап бере аласыз? Никто не может назвать, понимаешь? Только в фильме «Шал» есть фрагмент, где волк там показан. Все. Көксерек совет үкіметінде, біз кішкентай бала кезімізде солай ғой. Баяғы шетелдік кинолар, сіз енді білмейсіз, сіздер әлі жассыздар ғой. Лесси про собаку Колли, по дельфину Флиппер, австралийское кино, про американского мустанга и находится, оно жабай жылқылар болады, Сеттон Томпсон жазған. Таких фильмов было много, сейчас их нет, наши не снимают вообще. Если спрашиваешь казахстанское кино, все называют «Рэкетир». Вот самый крутой фильм. Ничего воспитывающего, да?
Ничего такого, чтобы человек вышел и сказал, что бұдан кейін мен мейірімді боламын, бұдан кейін мен кішкене жанашырлықпен қараймын деген ешқандай кино, ешқандай кітап, ешқандай сахна қойылымы жоқ. Вот за что я выступаю. Допустим, мы разделились, Ира занимается спасением животных конкретно. Всех она спасти не может, но есть конкретно, кого она вытаскивает. Я занимаюсь тем, что придаю резонанс, потому что все равно какая-то есть. Вот прошлый бұдан бір ай бұрын біз Бердібек Машбековичтің қол астында Қанат Құлшыманов деген кісі бар. Вот сол кісі және ветеринария басқармасының жаңадан тағайындаған басшысы. Вот Ира Келлер, жаңа волонтерлар бәріміз кездесіп, сол жерде бір шешімге келгенбіз, что что-то надо менять. Это уже хорошо. Это тоже победа. Раньше и этой встречи не было. Ни при Мырзахметове, ни про Базумбаеве, ни при ком. Вообще этой встречи не было. Здесь хоть что-то пошло. Оно орысша бір жақсы сөз бар ғой, лед тронулся деген. Вот в этом плане хоть какие-то уже есть подвижки. Поэтому надо будет дальше это делать. Өйткені әрине Қазақстанды қазір жоғары дамыған мына кісілердің басқарып жатқан мемлекеттерге, шетелдік Исландия, Франция, Испанияға апару үшін өте көп уақыт керек. Өте көп уақыт. Мүмкін бір-екі заман ауысар, мүмкін. Бірақ та бүгінгі таңда әрқайсымыз жақсы іс, жақсы тірлік жасасақ, ол да сол бір үлкен белеске апарат біздің елімізді ше. Біздің халқымыз жалпы мысалы қазіргі өте қатыгездікпен жасалған қылмыстарды көбейіп жатыр. Байқайсыз ғой, интернетті ашсам. Сожгли, разрубили, изнасиловали ребенка, засунули ребенка в шкаф. Какие-то вещи, которые раньше никто не мог додуматься даже. А это все происходит потому, что люди жестокие. И жестокие они к животным. Осыны біз қазір кішкентайдан бастап, астынан бастап жөндеп атсақ, онда ертең де сол нелердің бәрі заман өзгереді, ел өзгереді. Оны мен айтып атқан сөзім бәрімізге керек. Ол тек қана қазіргі ұрпақ немесе сіздер емес, келешекте сіздің балаларыңызға керек нәрсе. Өйткені мейірімді адам ауырмайды, мейірімді адам жаманшылыққа жоламайды. Жалпы үкіметті бір үлкен жетістіктерді апаратын мейірімді халық қой. Сондықтан әрқайсымыз мына кісі өз іспен, мен өз ісіммен, мына кісі басқарманың несін орындаса, сіздер осы проблеманы қозғаумен біз бәріміз осы қоғамды өзгертеміз деп сенемін. Рахмет. Мен сізді байқап отырмын, сіз қатты дайындалып келген секілдісіз. Мысалы үшін сіздің жаңа көрсетіп жатқан қағаздарыңызда бүкіл әлемнің танымал мысалы үшін лауазымды тұлғалары осының өздерінің жануарларымен суретке түсіп жатыр. Мен қазір есіме түсіріп отырмын, біздің елде ешқандай бір лауазымды үлкен не болса, әнші болсын ешкім түспепті. Жоқ, бізде ондай жоқ. Мен әдейі бірінші елбасымыз мысалы, 25 жылдан астам мемлекетімізді басқарды, бүткіл интернетті қарап шықтым. Керек емес нелердің бәрін ашып, нигде не нашла. Бір ғана жылқының үстіне мінген несі бар, и то интернетке салсаң, қазақтар жылқыны жақсы көреді, поэтому они их едят деп. Білесіз ғой, интернет же қазір все мнения выражают, этого нет. И бірде-бір тұлға, бірде-бір не. Единственное, последний раз было, что Нуртас Адамбай, он посетил приют в Алмате, да, Ир? В Алмате. Он взял детей своих, пошел в приют и там бездомных собак помогал и кормил, и какие-то финансы выделил. Больше ни у кого нету фонда, ни у кого нету, чтобы жена Кайраса Нуртаса фонд возглавила, чтобы дочка президента 1, 2, 5, неважно, какое-то открыла общество. Ни один из депутатов, который получает за миллион зарплату, никто не считает это проблемой. Вот это проблема сама. Мен сізбен толықтай келсем, шынымен де біздің елімізде бір танымал жан, немесе әнші болсын, осылай айналса, осындай сіз айтып отырғандай тірліктермен, онда біздің өскелең ұрпағымыз жақсы дамып кетеді деген ойдамын. Конечно, үлгі деп алатын еді. Үлгі болар еді, дұрыс айтасыз. Енді мысалы үшін сізді таныстырып жатырмыз, айтып жатырмыз, осы әлеуметтік желінің белсенді қолданушысы, блогер деп жатырмыз. Сіздің жалпы осы әлеуметтік желіде көтерген осы жануарларды қорғау бойынша тақырыптарыңыз мысалы үшін шешіліп жатыр ма? Әрине шешіліп жатыр. Бұдан мысалы 5-6 жыл бұрын біз Ирина Келлермен дөңгелек үстелді өткізгенбіз. Сонда қала мәжіліс депутаттары қатысқан, Жанна Рымбековна,
Бүркітбаева Жанар деген, Эльмира Мырзағали. Сосын Ирина оларға өтініш жазып, олар қалалық маслихаттан сол кезде 1 миллион теңгедей бөлді қаражатты. Мысалы, бұл жерде 1000-ға жуық жануарлар жүр қазір Ақтөстеші. Олардың тамағы бар, дәрмегі бар, әлеуметтік желіге салатын посттар бар мысалы. Соғанда көп өте қаражат керек, соны бюджетке кіргізу керек. Вот сол депутаттар бізге сондай бір өз үлестерін қосты. Оны болғаны болды деп айту керек. Вот. На самом деле, вот даже то, что мы в социальных сетях писали, тот же, допустим, Канат Кульшиманов обратил внимание, потому что если я пишу, приходится тегать даже Берикова Али, понимаете? Он здесь ішкі саясат басқармасын басқарды, білесіз. Өзі человек с телевидения, правильно? Медийная личность сейчас говорят, правда же? Вот. То есть он знает, что такое хайп. Он знает, что такое скандал. Поэтому ему это тоже знакомо. И вот когда ты начинаешь бить точечно наверх, то вот они откликаются. И даже то, что вот сейчас Акимат стал смотреть, и как раз мы когда на встрече стояли, вот Канат Кульшиманов, управление ветеринарии, Бердыбек Машбекович вышел. Мы поздоровались, он подошел, что стоите? Я говорю, вот мы насчет приюта решаем. То есть, чтобы ол кісінде құлағына салып қойдық, чтобы он понимал, что вопрос ставится. Пусть на ступеньках, пускай. Но лучше келіп, алдынан өтіп, сол мәселені көтеріп, чем рұқсатын сұрамай әлеуметтік желіде просто шуметь дегендей. Вот, поэтому откликаются. Не хотят, но откликаются. Түсінікті, сізге көп рахмет. Осы келесі сөз кезегі өзіңіздің ойыңыз жалпы, Ануарбек аға. Енді өздеріңізді білесіздер, ветеринария саласы аса қауіпті аурулардың алдын алу, ауырған мал емдеу жұмыстарымен айналысамыз. Соның ішінде 13 жылдан бастап ветеринария заңына өзгерістер еніп, ит аулау мәселесін ветеринария саласына жүктеп қойды. Қазір енді әлеуметтік саладан көріп біліп жүрсіздер, қаңғыбас ит енді 4 түп жануарларға қатыгездік көп деп айта алмаймыз. Сол әлеуметтік желіде көп тарап жүрген көшедегі қаңғыбас иттер. Соны ұстау, аулау кезіндегі көп қарама-қайшы жұмыстар неғып жатыр. Жаңа Абдрахман қыз айтып өткендей, жаңа басшы тағайындалып, осы уақытқа дейін бір күрделі проблема мәселе болып келген уақытша ұстау, қаңғыбас иттерді уақытша ұстау изоляторы, оны арендесінде биыл алып 100 итке дейін ұстауға қазір мүмкіншілігіміз болып отыр. Тағы да айта кететінім, сол ұстап отырған ит, қаңғыбас ит мысықтарды ұстап күтіп бағуға қаржы қарастырылмаған. Жаңа Абдрахман қыздың айтып отқан. Енді бұл мәселе келесі жылға үкіметке осы жануарларды қорғау жөнінде өз ұсыныстарымызды бердік. Жаңа заң қабылданады деп үміттеніп отырмыз. Сол заңда сондай проблема вопростарымызды біздің көрсеткен қолдаса жақсы болар еді. Қазіргі уақытта жаңа аулап Ирина Келлер кісінің айтқанынша, оны кастрация, стерилизация жасау тағы да сол жануар иесінің есебінен жүргізіледі. Бұл 5 мың мен 10 мың теңгенің аралығында. Оны көптеген адамның жағдайы көтермейді. Сондықтан осындай күрделі жұмыстарымыз атқарып жатыр. Жалпы енді сізге мынадай сұрақ, сіздерге жалпы енді тұрғындардан көбінесе осындай шағымдар түседі ме? Сол шағымдар түскен жағдайдың өзіне қандай шағымдар сіздерге көбінесе келеді? Күнге дейін 2,5 мыңдай шағым түсті. Қалада қаңғыбас иттерді аулаңыздар деген. Қаланың әкіміне, облыс әкіміне. Енді қайтадан қарама-қайшы. Біреу аула дейді, бір жақ кісілер қарсы. Сол осы арада біраз арамызда түсіністер пайда болып жатыр. Түсінікті аға, рахмет. Олса енді жалпы қорытынды ретінде әрқайсыларыңыздан бір кішігірім итог шығарып шықсақ, өзіңіз қандай ұсыныстарыңыз, какие у вас предложения есть? Мне хотелось бы подчеркнуть в завершении всего этого, чтобы все-таки первое, если государство не справляется, не получается, может быть, где-то недопонимают, чтобы больше все-таки повернулись к зоозащитникам, к волонтерам, которые действительно
до самой клетки, до кости болеют этой темой, которые действительно вот могут решить эту проблему, эту глыбу могут решить только волонтеры, зоозащитники. Потому что, знаете, у нас нету такого, что средства, если выделяются, либо не знают, что с ними делать, либо не знают, куда их направлять. Зоозащита знает четко все, потому что мы очень много общаемся действительно за границей, мы все их программы знаем наизусть, чтобы именно повернулись к зоозащите, к волонтерам и совместно отработали. И вот, по крайней мере, на наш город, я всегда говорила, если бы к нам повернулись за 5-7 лет, мы бы, наверное, решили эту проблему досконально. То есть не было бы у нас вот эти стаи бегающие, а если бы бегали, все бы они были чипированы, которые никакой угрозы населению бы не несли. И все. И мы бы отработали и информационно, спокойно, и даже если бы те люди, которые не готовы подойти к этой проблеме, мы бы, наверное, нашли бы все равно какой-то обоюдный этот диалог. И вот, на мой взгляд, только те люди, которые болеют этой проблемой, только они смогут решить эту проблему на государственном уровне. Только с поддержкой государства, никак больше. Рахмет сізге. Негізі жұмыс жүргізіп жатқан жоқ деп айтуға болмайды. Өйткені мысалы Ирина Келлер қоғамдық қор болса да республика көлемінде танымал. Бұл кісілерде былтыр Астанада жиналыс өтті. Әр неден өңірден, әр өңірден осындай жанашыр кісілер жиналып бір мәмілеге келген. Негізі қазірге парламентте қараластырып жатқан заңның негізін бұл кісілер жазады. Әкім жазбайды, басқарма жазбайды, мен жазбаймын, блогер болсам да, пишут именно те, кто занимаются. Они создают основу для изменения законодательства, такие как Ира, люди со всех областей. Наша задача, чтобы больше появилось людей, которые могут помогать. Мысалы, в Алмате хозяйка мега-центр, вы знаете, да, это вообще это монстр, это миллиардные обороты. Сама лично содержит свои средства, отдает в приют. Вот нам нужно тоже научиться этому. И ең сол қорытындысында, мысалы, басқа мемлекеттердің тәжірибесіне қарап, бізге алға ұмтылуымыз керекпіз. Өйткені, мысалы, Грузияны алыңыз. Олар жаңағы дәл Иринаның айтқан сөзінен иттерді аулап, жаңағы кастрация жасайды, ертең ұрықтауға мүмкін болмас деп. Чип салады да далаға жібереді. Куча фотографий. В интернете зайдите, туристы, собаки. Собаки становятся неагрессивными, өйткені инстинкта у них уже нет, агрессии нет, их кормят, прививки у них сделаны. Все, люди живут в полной гармонии. Почему мы не такие? Некоторые говорят, наверное, потому что мы ислам, мусульмане. Я говорю, а как Турция? А как Чечня? А как Арабские Эмираты? Нигде такой жестокости нету. И потом, бұл жерде ең басынан оғып алу керек. Мысалы, 15-ші жылы Ирина айтты, да? О кезде қалалық бюджеттен 15 миллион теңге жаратылған иттерді атып жоюға. Бүгінгі таңда 26 миллион, мысалы. Разницы нету, ребят, эти деньги не работают. Они выполняют свою работу. Они ездят, сегодня они убьют 15 собак. Вечером Ира и я 150 кутят вытаскиваем. Застрелили суку в этом ворыке, 8 кутят у нее. 8, понимаешь? На одну. Ее убрали, жаңағы 8-нені біз алып аламыз, они завтра живые будут. То есть вот эти 26 миллионов уходят просто так. Потому что собака защищается. Она же знает, что ее убьют. Она будет в год 2 раза рожать по 16, по 12 кутят, и они будут жить. Поэтому вопрос должен решаться другим путем, как предлагает Ирина Келлер. То есть нужно делать кастрацию, стерилизацию, чтобы завтра они не рожали. И их жылдан жылға азаятса анышы. Это одно. Второе, вот ветеринария басқармасының дұрыс айтты, халықпен жұмыс істеу керек. Мысалы, сіз далада адасып жүрген қой, сиыр, жылқы көрдіңіз ба? Көрмейсіз. Не выкидывают, потому что бұның асылы бар, тұқым дейді. То есть человеку надо дать понять, что кошка, собака, заяц – это такой же мал, как и вот эти. То есть бұған жауапкершілікпен қарау керек. Мысалы, сіз итті үйге алдыңыз ба? Маған көп адамдар звондайды. Кәдімгі күш керек ит үй алып едік дейді да. Алдың, уста, жіберме далаға. Не хочешь, чтобы она гуляла, операцию сделай, все, чтобы не было кутят. То есть адамның сана сезімін арттыру керек.
оған енді біз қоғамдықпен жұмыс істеуіміз керекпіз. Вот я считаю, это моя работа. Егер санамыз түзелмей, біз дұрыс Иә, қарамаймыз. иә. Сіз аға Енді осы отырысты пайдаланып қала тұрғындарына жаңағыдай иттерін бекерден бекер көшеге лақтырып тастамай, мусор ящиктерін және тастамай, күшіктерін. Біздің ветеринар станцияда 54-13-30 телефоны хабарласып, өздері ұстайтын жағдайлар болмаса, көшеге жібермей, бізбен хабарласса, біздің мамандар ол итті жаңа оқшаулау ұстау орнына алып кетеміз. Енді жаңа Абдрахман қыз айтқандай, заңды енді күтіп отырмыз. Заңда ол жерде де сол жұртшылық обращение дейміз, қатыгездік көрсеткен адамға қатал жаза қолданылады. Оның үстіне осы Ирина Александровнамен бірнеше рет сұхбаттасып болғанда, мынау біз заңға кіргізіп қойдық, бірақ соның ішінде жаңа волонтерский немен қаңғыбас ит мысықтарды мен өзім ұстаймын, өзім деген общественный объединениелерге беруге болады. Осы жұмыстар істеліп жатыр бұл жөнінде де. Енді уақыт көрсетіп жатыр. Рахмет, олай болса бүгін біздің кезекті санымыз өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.